Ал бас прокуратура Әбіләзовтың жеке оққағары Алматының бірнеше жерінде жарылыс ұйымдастырмақ болған деп мәлімдеген соң, бұл оқиғаның жалғасы күрделене түсті. Ертісбаев Әбіләзовтың ақпаратты қару деп атаған Республика газетінің ұжымы да кешеден бері өздерінің ешқандай лаңкестікпен байланысы жоқтығын айтып, дабыл қаға бастады. Айтуларынша, оларда бүгінгі күні лаңкестік операциясының куәгерлеріне айналып бара жатқандай. Терроризмнің негізгі мақсаты ретінде халықты қорқыту, аласапыран мен дүрбелең жағдайын тудыру, елдегі қоғамдық саяси жағдайды тұрақсыздандыру болғандығы анықталды. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 233 бабының 1-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалып тергелуде. Қазіргі уақытта құқық қорғау мекемелері Әбіләзовтың серіктестері былтырғы жылы Қазақстанға келген қаржының көлемін 12 миллион долларға бағалап отыр. Ал оның жеке оққағары прокуратура мәліметінше Фемили саябағы мен Әл-Фараби даңғылы бойында жарылыс ұйымдастыру үшін тиісті адамдарға 15 мың доллар беріп үлгерген. Ресми өкілдің сөзіне қарағанда, жарылыстың мақсаты адам өлтіруге емес, халықты қорқытуға, саяси жағдайды ушықтыруға бағытталған.